Біздің заманымызда балақайлардың әрбір нашар әрекетін сынға алып, оны сөгуге дайын тұратын адамдар көп әрине. Бірақ олардың кейде біздің санамызға мүлдем кіріп болмайтын әрекеттерді жасай алатындығына сене қоймассыз бәлкім. Мәселен, әлдекімнің басына қара бұлт төнген сәтте оған қолын созу үшін жанын тәуекелге қойған сәбилер бар. Ендеше өзгенің өмірін құтқарып қалған 10 балақайды тілге тиек етсек. Мына бейнеролик YouTube желісінде 7 миллиондай қаралым жинап үлгерді. Бұл оқиға Америка Құрама Штаттарында орын алған. 2 жасар мына қос егіз балақайлар ойын барысында үйдегі жиһаздың үстіне шығып ойнауды жөн санайды. Кенеттен шкаф құлап, сыңардың бірі оның астында қалады. Осы сәтте екіншісі еш саспастан өзінің туған бауырына көмек қажет екендігін осыншама сәби қалпына қарамастан түсіне алды. Бар күшін салып тартпалы шкафты итеруге тырысқан оның бұл әрекеті нәтижелі аяқталды. Артынша егіздердің әкесі бұл видеороликті ғаламторға жүктеп, өзгелерге балаларына сақ болуға кеңес берді. 3 жасар америкалық баланың әкесі ұстаханада жұмыс істейтін. Осы қызметінде жүріп, ол күндердің күнінде білегін жарақаттап алған көрінеді. Тіпті тамырларына да зақым келген. Әкесінің есін жоғалтып, қан жоса жатқан күйін көрген ұлы салқынқандылық танытып 911 қызмет нөміріне телефон соғады. Мекен-жайды дәлме-дәл айтып, артынша жедел жәрдемде дереу оқиға орнына келіп жетеді. Қорытындысында әкесін аман алып қалған екен. Дәл осындай жағдай Ұлыбританияда да орын алды. Мұнда 4 жасар бала смартфондағы Siri қызметі арқылы өзінің анасын аман алып қалды. Шешесінің еденде ес-түссіз жатқан күйін көрген ол еш оята алмай әлек болады. Артынша оның iPhone-ын тауып алып, Home түймешесі арқылы Siri-ді қосады. Нәтижесінде 911 нөміріне байланыс орнатуға мүмкіндік алды. Желі арқылы ол анасының көзі жұмулы күйде қозғалмастан жатқан айтады. Диспетчердің әр сұрағына анық жауап берген оның жазбаша нұсқасы ғаламтор беттеріне жарияланған екен. Осыдан соң жедел жәрдем жылдам жетіп, анасын ауруханаға жеткізді. Енді кезекте есірткіні шамадан тыс қолданып қойған ата-анасының өмірін құтқарып қалған 5 жасар балақай. Бұл оқиға өткен жылы Огайо штатында орын алды. Түнгі мезгілде бұл кейіпкеріміз әке-шешесінің нашаны артық дозада қолданып қойғандығынан өлімші халге жеткендігіне куә болады. Осыдан соң өзгелерден көмек сұрау үшін жалаң аяқ күйде көшеге жүгіріп шығып, бірнеше кварталды артқа тастайды. Ақыры тапқан екен. Баламен бірге еріп келген полиция қызметкері ессіз күйде жатқан қос жанды байқайды. Сондай-ақ үйде жылаумен болған 3 жастағы қыздары қалған. Нәтижесінде жауапкершілікті сезінбеген бұл ата-ананы дәрігерлер емдеген көрінеді. Татар елінде 9 жастағы бала судың қысымы жоғары су бұрқаққа абайсызда түсіп кетеді. Белгілі болғандай 380 вольттық. Барлығы көмек қажет екендігін түсінгенімен қол ұшын беруге жүрексінген тек небәрі 12 жастағы Данил есімді жасөспірім ғана батылдық танытып суға секірген. Зардап шегушіні құтқарып алды. Бірақ жоғары кернеулі тоқ көзіне түсіп, жедел жәрдем жеткенше жан тәсілім етті. Осындай табандылық танытқан оны ерлігі үшін мадақтап, қазіргі заманның батыры деген атақ берді. Елестетіп көріңіз, кешқұрым уақытта сіздің аулаңызға суық қарулы 3 қылмыскер кіріп келсе, сіз не істер едіңіз? Әрине, жақындарыңды аман сақтап қалу үшін ешқандай асып сасудың қажеті жоқ. 7 жасар Карлос есімді жеткіншек дәл осылай жасайды. Анасына еш шаспауды өтініп, өзі қарындасының қолын жетектеген күйі жуынатын бөлмеге жасырынады. Ваннаға апарар жолда ол ұялы телефонды да бірге алып кетеді. Артынша жасырын күйде полиция бөлімшесімен байланысып, қорытындысы тез арада ұрылардың ұсталуымен аяқталды. Екі қолға бір күрек табылмаса, үй-жайыңды бақылап жүру сенің міндетің. 11 жастағы Ярослав Адонев мектептен соң әдеттегідей достарымен аулада ойнап жүрген болатын. Кенет үйіне жақындаған сәтте екінші қабаттың терезесінен салбырап құлауға шақ тұрған кішкентай сәбиді көріп қалады. Тез арада қолын созбаққа терезе астына қарай аттанған сәтте сәби де бетон тротуарға қарай құлдырайды. Нәтижесінде кішкентай қыз баланың тура қолына түсіп, жарақаттан дін аман қалады. Ал құтқарушымыз тұра алмастай халге жетіп, аяғын ауыртып алған көрінеді. Туған сіңілісінің өмірін құтқару үшін Аная Раккерге себеп болған фактор оған деген махаббаты. Көшедегі кезекті серуендердің бірінде сіңілісі автокөлік жолы арқылы арғы бетке өтпек ниетті жүгіруге кіріседі. Осы сәтте жоғары жылдамдықпен жетіп келе жатқан жүк көлігі жолда еді. Осыны көрген әпкесі тез арада сіңілісін итеріп жіберіп, есесіне бар ауыр соққыны өзі көтеруге мәжбүр болды. Нәтижесінде Аная Раккер қос аяғынан айырылды. Ал егер бұлай істемегенде аяғының орнына сіңілісінен айырылуға тура келер ме? Досымен бірге шағын мұзды су қоймасында ойнап жүрген Виктор Флорес бір сәтке серігінен ұзаған сәтте досының жанайқайын естиді. Серігінің мұздан аяғы тайып салқын суға түсіп кеткен болатын. Оны құтқармақ ниетте ол да суға енген сәтінде досы үрейлі күйі оны өзімен бірге тұңғиыққа қарай тартады. Бірақ бар күшін жиып жағаға шығуға талпынған ол мақсатына жетіп, досын да арқан арқылы аман сақтап қалған екен. 2017 жылдың жазында Мария Республикасында 9 жасар Алексей Скворцов есімді балақай өзінің жолдасын электр тоғынан сақтап қалды. Кенет досы қорғансыз күйдегі жалаңаш сымға қол тигізеді. Осы сәтте өзін жоғалтпай, жадындағы таяқшамен Алексей сымды әрі тастайды. Одан соң үлкендерді көмекке шақырады. Артынша жергілікті ішкі істер бөлімі бұл қаһарманды лайықты мадақтармен марапаттаған екен.
Топтаманы алауға оранған үйдің ішінен 6 адамды аман алып қалған 8 жасар америкалық Тайлер Духонның ерлігімен аяқтаймыз. Бұл оқиға аталған балақайдың дәл сол күні атасының үйінде түнеуді жөн санаумен басталды. Түннің бір уағында күйіктің есі мұрнына келіп, көзін ашқан сәтінде ескі үйдің отқа оранып жатқандығына куә болады. Осындай сәтте көпшілігіміз жылдам сыртқа шығуды көздейміз. Ал Тайлер бұлай етпеді. Ең алдымен туыстарын құтқаруға кіріседі. Алдымен өзімен бірге жатқан балаларды, іле-шала әжесі мен әпкесі және екі бірдей ересек адамдарды оятқан. Осы жандарды сыртқа шығарған соң үй ішінде жалғыз аяқты ағасы мен 57 жастағы атасы қалғандығы есіне түсіп, оларды құтқармақ ниетте үй ішіне қарай бет алды. Өкінішке орай бұл ойлағаны жүзеге аспады. Алау күшейе түсіп, енді сыртқа шығу мүмкін болмады. Нәтижесінде сол жерде жан тәсілім еткен. Өрт сөндіру қызметі келіп, алауды сөндірген сәтте үйде 3 жанның мүрдесін табады. Өрт сөндіру қызметі басшысының айтуынша аман қалған 6 бірдей жан Тайлердің есімін мәңгілікке жадыларында сақтауға тиіс екендігін жеткізді. Үйдегі жанның көптігі бұл техникаға ауыртпашылық түсіріп көтере алмаған көрінеді. Қазіргі уақытта Тайлердің есімі халық қаһарманынан еш кем емес. Қалың көпшілік оны жадыларында ұзақ сақтайтындығы анық. Міне, қазіргі заманның немесе бүгіннің батырлар деген осылар. Өзгенің өмірі үшін өз өмірін қиып, көпшілікке үлкен естелік қалдырып үлгергендер.